Армысыздар, назарларыңызға осы аптаның қорытынды жаңалықтарын ұсынамыз. 27 қазанда Алматы облысы Пенжім ауылында жасөспірімдер арасында жаппай төбелес орын алды. Панфилов аудандық орталық ауруханасына Пенжім ауылындағы мектеп аумағынан 16 жасар жасөспірім дене жарақатымен келіп түскен. Тексеру барысында 9 және 10 сыныпта оқитын екі оқушының арасында ауызша дау-дамай туып, оның соңы оқушылар арасындағы төбелеске ұласқан. Әлеуметтік желілерде төбелес түсірілген суреттер мен видео таралды. Полицияның мәліметінше мектеп ауласына 30-ға жуық адам жиналып жанжал шығарған. Аталған факті бойынша қылмыстық кодекстің 293 бабының 2 бөлігі топпен жасалған бұзақылық бойынша қылмыстық іс қозғалды. Осыған дейін әлеуметтік желілерде жанжалдың екі ұлт өкілі арасындағы қақтығыстан пайда болғаны туралы айтылды. Алайда Қазақстан Халқы Ассамблеясының ресми өкілі Бекбаева Майя ауыл тұрғындары арасында этносаралық негізде қандай да бір жанжалдың, әсіресе қақтығыстардың жоқ екендігін және оған жол берілмейтіндігін ерекше атап өтті. Ауыл азаматтары мен аудан әкімі, ақсақалдар және Алматы облысы полиция департаменті бастығы тарапынан кездесулер мен түсіндіру жұмысы жүргізілді. Қазіргі уақытта жағдай тұрақты және бақылауда. Қазақстанда 1 қарашадан бастап магистратураға түсу үшін 2 мәрте өткізілетін кешенді тестілеуге құжат қабылдау басталады. Тестілеуді сәтті тапсырған үміткерлер жаз айында оқуға қабылдау қорытындысы бойынша бөлінген гранттарды ұтып ала алады. Енді оқуға қабылдау жылына 2 рет өткізіледі. Байқауға жазда грантқа түсе алмаған үміткерлер де бұрын кешенді тестілеуден өтпегендер де қатыса алады. Екінші кешенді тестілеуге қатысу үшін тіркелу ұлттық тестілеу орталығының testcenter.kz сайтында өтеді. Құжаттарды қабылдау 2021 жылғы 1 мен 15 қараша аралығында жүргізіледі. Кешенді тестілеу 18 қараша мен 11 желтоқсан арасында өтеді. Магистратура грантқа үміткерлер дәстүрлі түрде шет тілі, білім беру бағдарламалар тобының бейіні бойынша және оқуға дайындығын анықтау бойынша тест тапсырады. Тест нәтижелерін тестілеу аяқталғаннан кейін бірден білуге болады. Магистратураға білім беру гранттарын тағайындау конкурсына қатысу үшін құжаттар 25 желтоқсанға дейін қабылданады. Оқуға қабылдау 26 желтоқсан мен 10 қаңтар аралығында өтеді. Магистратураға түсушілер барлығы 3000-нан астам мемлекеттік білім грантына үміткер бола алады. Қазақстанның ірі 4 қаласында 5G интернет желісі сынақтан өтіп жатыр. Алдағы жылдары операторлар арқылы 5G мегаполистерде қосылады. Барлық облыс орталығында 2025 жылға дейін орнатылады. Бұл жөнінде жұма күнгі брифингте цифрлық даму министрі Бағдат Мусин айтты. Қазіргі кезде тестілеуден 4 жерде өтіп жатыр. Ол 3 қаламыз және Түркістанда, Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент және Түркістанда 4 жерде өткізіп жатыр тестілеу жұмыстары. Тестілеу жұмыстары нені көрсетті бізге? Енді экспоның маңайында біреуде смартфондарда құрылғы, енді 5G-ді ұстайтын құрылғы болса, ол жаңағы біз бірнеше құрылғылардың түрі бар. Сол құрылғылармен жаңағы тестілеуден өткізу болады. Оны спид-тест арқылы өлшедік кеше. 1 гигабитқа дейін жылдамдықты көрсетіп тұр, бірақ ол тестілеу, яғни пилоттық жоба, бірақ мен ойлаймын осы енді 5G-ға көшудің арқасында біз 100 мегабит кемінде ұсынатын боламыз адамдарға. Ол бірінші, екіншісі қашан жүзеге асырылады деп жатсыздар, ол радиожиіліктерді талап етеді. Біз радиожиіліктерді жаңағы ұсыну бойынша аукцион өткізетін боламыз келесі жылы. Сол аукционнан кейін олар тиісті құрылғыларды орнатып, 2022-2023 жылдары біз әрі қалаларда орнатпақшымыз операторлар арқылы, және де 25 жылға дейін барлық облыстық орталықтарда 5G технологиясымен байланыс берілетін болады. 25 қазанда Суданда әскери төңкеріс болды. Әскерилер ел астанасы Хартумды толықтай жауып тастады. Оқиғадан Судан халқы ұялы байланыссыз және интернетсіз қалды. Әскерилер билікті басып алып, премьер-министр Абдалла Хамдукты қамауға алды. Қазір ел аумағында төтенше жағдай жарияланған. Хартумда 10 мыңдаған азамат көшеге шығып төңкеріске қарсылық танытты. Наразы халықты көлік дөңгелектерін өртеп, баррикадалар тұрғызды. Теледидар арқылы үндеу жасаған генерал Абдель Фаттах Ал-Брухан мұндай әрекетке амалсыз барғанын айтады. Оның айтуынша бұл төңкеріске саясаткерлер арасындағы тартыс түрткі болған. Енді елде азаматтық үкімет сайланбайынша әскерилер Суданның демократиялық жолға түсуісін әрі қарай жалғастыра береді. Ал сайлау 2023 жылдың шілдесінде өтеді деп бекітілген. Футзалдан УЕФА Чемпиондар лигасы басталды. Турнирге Қазақстанның Қайрат және Атырау командалары қатысып жатыр.
Қайрат клубы топтық кезеңде 2 ойынды тең аяқтап 3-ші орынға тұрақтады, ал Атырау 2 жеңіліспен соңғы орында тұр. Қайрат командасы өз тобында ресейлік Тюмен, чехиялық Пльзен және италиялық Пезаро клубтарына қарсы ойын өткізеді. Оның ішінде Тюмен және Пльзен командаларымен болған ойында 1-3 нәтижесі тіркелді. Ал топтағы соңғы ойын Пезаро клубына қарсы 30 қазанда өткізеді. Атырау командасы топтық кезеңде португалиялық Спортинг, словениялық Добовец және франциялық Аньер Вильнев клубтарына қарсы ойын өткізеді. Алайда Добовец және Спортинг командаларымен кездесу өткізіп, 1-2 және 1-8 есептерімен жеңіліс тапты. Естеріңізге сала кетейік, Атырау футзал клубы Чемпиондар лигасының дебютанты. Енді атыраулықтар топтағы соңғы ойын 30 қазан күні франциялық Аньер Вильневке қарсы өткізеді. Қайрат клубының топтық кезеңдегі матчтары Италияда, ал атыраулықтардың матчтары Словенияда өтуде. Екі клубтың да тобынан Чемпиондар лигасының плей-офф кезеңіне 4 команданың 3-еуі жолдама алады. Апта легі осындай. Ақпараттардың толық нұсқасын қазақnews.kz сайтынан оқи аласыздар. Біздің әлеуметтік желілерге тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.